Қазақстан Республикасының парламент сенатының депутаттары Али Бектаев және Әлімжан Құртаев Арыс қаласына іс-сапармен келіп, қала халқымен кездесті. Кездесуге облыстық және қалалық мәслихат депутаттары, қалалық мәслихат төрағасы, ардагерлер мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Жиын барысында сенаторлар негізінен халықтың әлеуметтік экономикалық жағдайына баса назар аударды. Сондай-ақ жоғарғы палатаның өткен жылғы жұмыс қорытындысына тоқталып, қабылданған заңдардың маңызы туралы айтты. Сенат депутаттары экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитеті қызметінің жұмысына қорытынды жасап, алдағы уақытта атқарылар істерге тоқтала өтті. Қазір енді ел президентінің тапсырмасына сәйкес үлкен саяси өзгерістер болып отыр. Саяси заңдар қабылданды. Соның ары қарай іске асырылуы, дамуы, халықтың әл-ауқатын көтеру, тұрғын үй қатынастарын дамыту мәселелері, халықты цифрландыру мәселесі, электрондық үкімет құру мәселелері, Қазақстан Республикасындағы қор биржасының құру мәселелері жөнінен біздің комитеттің негізгі күн тәртібінде тұрған мәселелер. Сондай-ақ әділетті Қазақстанды құрудағы президент пен үкіметтің парламенттің қолға алып жатқан саяси әлеуметтік реформаларына кеңінен тоқталды. Сенат депутаттары өткен жылғы қаңтар оқиғасында орын алған келеңсіздіктер жайында айта келе, қала халқын алдағы уақытта бірлікте болуға шақырды. Ел ішіне іріткі салар арандатушылардан сақтану жаңа Қазақстанның кемел келешегіне қадам басудағы алғашқы бастамасы болмақ. Өз соңғы 1-2 жылдың көлемінде біз екі нәрсені жақсы түсіндік қой, амандық және денсаулық деген нәрсе. Осы екі нәрсе болса, қалғанның бәрі болады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш. Былтырғы жыл ауырлау басталды. Бірақ арты жақсы болды. Елімізді жаңарту, жаңа Қазақстан құру, әділетті Қазақстан құру жөнінде көптеген президентіміздің бастамалары жария етілді. Соның төңірегінде қазір жаңа айтып отқан қабылданып отқан заңдардың барлығы, соның бәрін заңнамалық тұрғыда қамтамасыз ету үшін қабылданған заңдар. Ол заңдардың бәрін қажетсін біз қабылдап болдық. Енді тек қана жұмыс жасау керек. Алдымызда үлкен сайлау, мына сенаттың сайлауы болып, сенат депутаттарының бір 60% ауысады. Одан кейін қайта сайланады. Одан кейін мәжіліс, мәслихат сайлауы болады. Сол сайлау өткеннен кейін үкімет отставкаға кетеді, үкіметте қайтадан жасақталады. Соныменен республикадағы бүткіл басқарушы органдар осындай жаңғырудан өтеді. Жаңа Қазақстанды құрып үлкен жұмыстар, реформаларды атқару үшін шынында да өте үлкен, мына басшылық құрамда да өзгеріс керек. Президент сол мақсатта жасап отқан тірлік. Негізгі баяндамалардан соң жиын сұрақ-жауап қою форматына ұласты. Арыс қаласының құрметті азаматы зейнеткер Оразхан Арыстанбаев азық-түлік бағасын тұрақтандыру, баға өсуінің алдын алу жайында сөз сөйледі. Бұдан бөлек қатысушылар сенаторларға азық-түліктің сапасы мен бағасы, ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасын жақсарту, оларды баспанамен қамтамасыз ету сияқты мәселелер төңірегінде сұрақтар қойып, оларға тұшымды жауаптар алды. Жұмайым Абызбай, Сұңқар Бакиров, Арт ТВ жаңалықтары.